Қарыздан құтылудың негізгі үш жолы мен үйрететін. Егер осы үш жолды таңдасаңыздар, қарыздану, кредит алу не екенін ұмытасыздар және көптеген ақшаға кеп тірелетін проблемаларыңыз оп-оңай шешілетін болады. Енді ол қандай үш жол десеңіздер, онда осы видеоның соңына дейін көріп, маған тіркелуді ұмытпаңыз, мені жоғалтып алмау үшін, және видеоға лайк басып, комментарийға өз пікіріңізді жазып кетіңіз. Ең бірінші жолы ол білім, қаржылық сауаттылық жағынан білім шыңдау, қаржылық сауатты адам болу. Екінші, ақша жинау әдетін қалыптастыру. Енді үшінші, ол сізде мықты, тұрақты онлайн табыс көзінің болу. Өйткені қазір ақпарат заманында мына білектің қара күшімен жұмыс жасау емес, именно миды пайдалана отыра, ақпарат заманында интернеттің күшін пайдаланып, оп-оңай үйден шықпай-ақ мықты табыс көзіне жете аласыз. Және де сіздің табысыңыз 2 миллионнан жоғары болу керек. Сол кезде сіз ақырын-ақырын қаржылық қысымнан шыға бастайсыз. Одан төмен болса, сіз бәрібір қандай да бір үлкен финанстық мәселеге келгенде қарыздануыңыз керек, кредит алуыңыз керек. Міне осы туралы мықты мен негізгі сабақтар дайындап шықтым. Сіз ол сабақтарды көру арқылы оп-оңай өміріңізде жетістікке жетесіз. Сондықтан сол сабақтарды алу үшін менің профиліме өтіңіз. Сол жерде WhatsApp номерге сілтеме тұр, соған басыңыз да мен тегін сабақ тобыма қосылып алыңыз. Содан кейін аптада осы үш жол бойынша мықты білім шыңдаңыздар. Және де өздеріңіз нәтижесін көрген кезде осы видеоны көріп, осы видеоның соңына дейін тыңдағандарыңызға Аллаға, одан кейін өздеріңізге рахмет айтатын боласыздар.